Ассаламу алейкум, сіздермен Үрбіш Әмірқызы. Оразаның 10-шы күнінде біз үйде ауызашар бердік, сондықтан толықтай ас мәзірін салған жоқпын, себебі видео түсіріп жүрген менің уақытым болған жоқ. Бірақ есесіне осындай 30 адамға жететіндей үлкен, тойымды, дәмді тортты сіздерге жасап көрсетемін. Ал сіздер видеоны бастамай жатып, каналға тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Алдымен ақ бисквитті жасап алайық. Керек заттар экранда тұр және төменде описаниясын белгілеп қойдым. Ең бірінші құрғақ ингредиенттерін біріктіріп аламыз. Ұнға разрыхительді қосып, араластырып алыңыз. Енді құрғақ ыдысымызға 5 жұмыртқаны шағамыз. Жұмыртқалар бөлме температурасында болған жақсы, тым салқын болмауы керек. Миксердің төменгі жылдамдығынан бастап миксерлеп бастаймыз. Және осылай көпіршіп жатқан кезде қантты 3-4 бөлікке бөліп қосамыз. Қанты міндетті түрде еруі тиіс, ішінде іртік болып қалмауы керек. Жұмыртқалы масса өзінің көлемінен 4-5 есеге дейін үлкейеді. Осылай пышный болып, әппақ болғанға дейін миксерлеу керек. Қараңыздар, бірден ағарып кетті. Осы уақытқа дейін миксерлейміз. Енді үстіне ұнды електен өткізіп саламыз. Жоғарыдан төмен қарай, қатты емес, осылай ақырындап араластырып алуымыз керек. Қатты тез араластырсаңыздар, жұмыртқалы массаны басып аласыздар да, одан кейін сіздерде бисквит көтерілмей қалады. Сондықтан ақырындап араластыру қажет. Ұндың барлығын бірден салмаймыз. Мен 3 бөліп салдым. Және осы кезде пешіңізді алдын ала қыздырып қойыңыз. Менікі қарапайым әсел пеш. Жақсы көтерілу үшін мен әуелі 150 градусқа қойып қоямын. Одан кейін осы бисквитті салғаннан кейін 10 минут тұрады, сосын 180 градусқа жоғарылатып қоямын. Міне бізде дайын болды. Енді бұны алдын ала дайындап алған қалпымызға саламыз. Мен ыдысты мүлдем майламаймын және сіздерге де кеңес беремін. Сонда бисквит жақсы көтерілетін болады. Енді алдын ала қызып тұрған пеште қақпағын ашпай 30 минутта пісіріп аламыз. Пісіп шыққан бисквитті таяқшамен тексеріп алыңыз. Құрғақ, тап-таза болып шығу керек. Және қараңыздар, ортасы көтерілмей, барлығы бір келкі болып пісіп шықты. Ол жаңағы пешті ориентир жасағандықтан. Міне қараңыздар, қандай әдемі болып, жұмсақ болып пісіп шықты. Жаңағыдай бірденнен қызып тұрған пешке салсаңыздар, ол бірден қатты көтеріліп кетеді, сосын түсіп те қалуы мүмкін. Сондықтан пешіңізді қадағалаңыз. Енді қара шоколадымызды пісіріп аламыз. Тура жаңағыдай құрғақ ингредиенттерін біріктіреміз. Ұн, какао, разрыхитель бір ыдысқа салып араластырып алыңыз. Мұнда да 5 жұмыртқаны миксерлеп, ақырындап құмшекерді қосамыз. Осы жерде айта кетейін, егер де сіздердің жұмыртқаларыңыз үлкен болса, 4 жұмыртқадан қоссаңыздар болады. Менікі тым кішкентай болғандықтан 5 штуктап алдым. Енді дайын болған қамырымызды қалпымызға құямыз. Мен жаңағы ыдыстың артындағы қамырын тазаламадым, корждарын. Ол уайымдамаңыздар, мүлдем кедергі жасамайды, күймейді. Уайымдамай қайтып пешке сала берсеңіз болады. Міне біздің шоколадты бисквитіміз пісіп шықты. Сіздерге жоғарыда айтуды ұмытып кетіппін. Пісіп шыққаннан кейін бірденнен қалыптан шешуге асықпаңыз. Кішкене осы ыстық күйінде жарты сағаттай тұрсын. Одан кейін ғана жаңағыдай қалпынан босатып алыңыз. Міне қараңыздаршы, қандай әдемі. Менде бисквиттердің барлығы толықтай суыды, формалары бірдей, биіктіктердің барлығы бірдей. Енді бұлардың әрқайсысын 2 бөлікке бөліп аламыз. Енді кремін дайындаймыз. Мен крем чизді пайдаландым. Ол үшін творожный сырға қант ұнтағын қосып миксерлеп аламыз. Миксерлеген кезде де ақырын төменгі жылдамдықтан бастау керек. Жоғарылатудың қажеті жоқ. Бізге тек творожный сырдың іртік болып қалмауы керек, бір қалыпты болу керек. Мен шамамен 1,5-2 минуттай миксерлеген шығармын.
Үстіне салқын сливки, яғни кілегейімізді құйып, тағы да 4-5 минуттай миксерлейміз. Төменгі жылдамдықтан бастайсыз. Әрбір 15-20 секунд сайын жоғарылатып отырыңыз. Бізде осындай өзінің формасын ұстайтын жақсы сондай крем пайда болады. Міне креміміз дайын. Енді тортты жинаймыз. Әуелі мына подложкамызды қойып алып, осының үстіне аздап крем жағамыз. Сонда бірінші коржды қойған кезде ары бері жылжып кетпейді, астына тура бір жабыстырып қойған сияқты болады. Енді кондитерлік қапшығымызға кремімізді салып аламыз. Және жұқа етіп жағып шығамыз. Өйткені бұл бисквит сондай жұмсақ бір пирог сияқты да, сондықтан бұған аса қатты бір қалың сондай крем қажет емес. Сондықтан да осылай жұқа етіп жағамын. Бірінші қабатына киви жемісін қойдым. Енді екінші шоколадтыны қоямыз, шоколадты бисквитті. Енді қараңыздар, осы кезде бізге пропитка қажет болады. Суға қант ұнтағын ертіп алдым. Және пропитканы шамалы шеттеріне қарай жақсылап жағамыз. Сонда сіз кремді жаққан кезде, креміңіз мысалға тортты 2 сағатқа немесе 1 түнге 2 күнге қоятын болсаңыз, крем жарылмай жақсы тұратын болады. Ал пропитканы себепсеңіз, сіздің жаңағыда бисквитіңізге одан ары жақсы жұмсақтық береді. Мен бұл екінші қабатына құлпынайдан жасалған тосап салдым. Енді ақ бисквитті қоямыз. Шет-шетін жақсылап басып жіберіңіздер. Және пропитканы жақсылап жағамыз. Әсіресе бұрыш-бұрыштарына жақсылап жағыңыздар, өйткені тез құрғап қалады бұл шеттері. Үшінші қабатына апельсин жемісін қойдым. Жалпы жемістерді қоймасаңыз да болады, немесе арасына банан, жаңғақ қолдансаңыз болады. Енді бұл қосымша жақсы дәм беріп тұрады. Енді ең соңғы қабатын қоямыз. Ең соңғы шоколадты бисквитімізді қойып, пропитка себуді ұмытпаңыз аздап, және қалған кремін бетіне жан-жағына жағып, толықтай қаптап шығамыз. Бұл тортты сосын кемі 1 түнге немесе 1 күн бұрын істеп қойсаңыз болады. Мысалға, мен 2 күн қойдым. Негізі 1 күн болу керек еді, бірақ ауызашарымыз 1 күн кейін шегерілгендіктен жаңағыдай бетін жауып, тоңазытқышта тұрған еді, еш жері жарылмай, сол қалпында сақталды. Міне қараңыздар, менде 2 күн, 3-ші күнге қараған кезде тұрды, қараңыздар. Еш жері жарылмаған, өзінің қалпын сақтап тұр. Сондай қазір енді бетін кішкене сәндеп жібереміз де, ортасын кесіп көрсетемін. Бетіне қарапайым ғана осындай шоколадтарды пайдаландым. Немесе жемістермен толтырып қойсаңыз болады. Енді менің оформлением дұрыс шықпай қалды, әдем болмай қалды. Жалпы бұл тортты неліктен 2 түрлі қылып істемедім? Өйткені мен кремді біріншіден экономдадым, немесе әрқайсысын жеке-жеке істесем көп крем кетіп қалатын еді. Не қараңыздаршы, қандай онысына кескен кезде де аралары әдем болып тұр. Егер де 30 адамға тарататын болсаңыз, осы тортты дәл орта белінен кесіп жібересіз де, әрқайсысына бір шоколад, бір ақ бисквитті торттан үлестіретін боласыз. Қандай биік болып тұр, қараңыздар, жұмсақ болып тұр. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Оразаларыңыз қабыл болсын.